Семей – Қазақстанның мәдени және тарихи орталығы. Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы және Мұхтар Әуезовтің кіндік қаны тамған киелі жер. Семейде 70-ге жуық тарихи және мәдени ескерткіштер бар. Бірегей архитектурасы бар көне ғимараттардың тарихы тереңде жатыр. Бұл үйде Абай Құнанбайұлының өзі тұрған. Басында ол көпес Москвинге тиесілі болды. Ал 19 ғасырдың аяғында Абайдың шәкірті Әнияр Молдабаев оның иесі болды. Бұл қала орталығындағы 2 қабатты үйді сатып алуға көмектескен ұлы ақын Абай Құнанбайұлы. Біздің музейімізге келушілер саны бір жылда 92-97 мыңға жуық адам келеді музей экспозицияларына. Біздің осы Семей қаласындағы бас музей экспозициясы қазіргі күні көрермендер өте көп келетін, біздің Семей қаласының қала қонақтарының келетін сүйікті орны деуге болады. Сонымен қатар Жидебайдағы Абай музейі, Жидебай қорығына келушілер жылдан жылға артып келе жатыр. Абай қалаға жиі келіп тұратын, ол кітапханаға барып серіктестерімен кездесетін, және де ол әрдайым сол шәкірттің үйінде келіп тұрақтаған. Мұндағы 20 ғасырдың басында жасалған интерьер қайта жаңартылды. Бұл ғимараттың 100 жыл бұрынғы көрінісі. Бұл үйде Абай ұлдарының біріне жолдаған әйгілі хатын жазды. Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейі орналасқан ғимарат, ол үлкен тарихы бар ғимарат ретінде белгілі. Оған тек қана Абай емес, Абайдың балалары, сонымен қатар көптеген алаш арыстары тоқтаған үйлер. Соның ішінде мысалы Абайдың өзінің ұлы Мағауияға жазған хаты, 1896 жылы жазған хаты осы үйден жазылған. Абайдың 1896 жылы Семейден ұлы Мағауияға жазған бірден-бір бізге жеткен хаты осы Әнияр Молдабаевтың үйінде жазылған болу керек. 20 ғасырдың басында бұл үйде алаш қозғалысының жетекшілері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан және Міржақып Дулатұлы тұрды. Олар бұл үйге жиналып, жиын өткізіп, сол кездегі саясат туралы ой қозғаған. Бұл үйдің есігі барлық шығармашылық тұлғаларға ашық болды. Олардың ішінде Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Мұхтар Әуезов те бар. Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейі 1997 жылы Мұхтар Әуезовтың 100 жылдығына орай жалпы біздің Қазақстан тарихындағы тұңғыш алаш қозғалысына арналған музей ретінде ашылған болатын. Содан бері музей экспозициясы бірнеше рет өзгерді. 2021-2022 жылдары ғимарат толық ғылыми реставрациялық жұмыстар жүргізілгеннен кейін биылғы жылы музей экспозициясы ғимараттың 2 этажында да орналастырылып көрермендерге ашылды. Айта кетейік, 2020 жылы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толды. Мерейтойдың аясында Семейде бірқатар мәдени нысандар мен алаңдар жөнделді. Ұлы ойшылдың музейіне ұлы ақын Абай ұлдарымен бірге ескерткіші орнатылды. Бұл ескерткіш ұрпақтар сабақтастығының, әке мен баланың өзара бір-біріне деген құрметін көрсетеді. Ескерткіштің ашылуына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Абайдың ұлдарымен жасалған ескерткіші, Абай ұлдарымен атты ескерткіш 2020 жылы 15 қазанда осы біздің ауламызда ашылған болатын. Ескерткіштің авторы жергілікті талантты мүсінші Нұрбол Қалиев. Мүсін жасаудың барысында Нұрбол үлкен зерттеу жұмыстары жасап, сонымен қатар осы фотосуреттің түп нұсқасының жақсы форматтағы көшірмесін алып, жан-жақты зерттеп, үлкен осындай бір жақсы туынды дүниеге келді. Қазіргі күні біздің қаламыздың, біздің музейге келген қонақтардың жақсы бір фотозонасы осы ескерткіштің маңайы. Облыстық тарихи өлкетану музейі Қазақстанның ең көне және ірі музейлерінің бірі. Ол 1883 жылы Семей қаласында құрылды. Оның бастаушылары Евгений Михайлис пен статистика комитетінің мүшелері. Музей қызметінің дамуына ұлы ақын Абай Құнанбайұлының, философ Шәкәрім және әлемдік деңгейдегі жазушы Мұхтар Әуезовтің де үлестері тиген.
Оның орналасқан жері 8 мәрте өзгерген. Соңғы рет 1978 жылы көшірілді. Сол уақыттан бері орнын ауыстырмай қазіргі уақытқа дейін облыстық тарихи өлкетану музейі генерал-губернатордың бұрынғы үйінде орналасқан. 1940 жылы Семейде Ұлы ақынның дербес музейі ашылғанда сол экспонаттарды Абай музейіне тапсырған болатын. Жалпы ғимарат туралы айтатын болсақ, бұл музейдің орналасқан ғимараттың өзі тарихи ескерткіштердің қатарына жатады. 19 ғасырдың екінші жартысында құрылған, губернатор үйі деп аталған, 1917-20 жылдары бостандық үйі деп аталған. Жалпы кеңес үкіметі кезінде бұл жерде саяси ағарту үйі деген мекемелер орналасқан. Музей коллекциясында 130 мыңнан астам экспонат бар. Олардың көпшілігі археология, палеонтология, этнография, зоология, минералогия және фотоқұжаттар. Сондай-ақ тарихи тұрмыстық заттар да кездеседі. Бұл заттар қор коллекциясында 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында пайда болды. Олардың арасында Орыс географиялық қоғамы, Семей бөлімшесінің қолжазбалары, естелік кітапшалары мен күнтізбелері, атластары, карталары және жазбалары сақталған. Мөлшермен 2000-ға жуық келушілер келеді, оның ішінде студенттер, оқушылар, басқа жақтардан келіп, қызығушылықпен қарап жатады музейімізді. Біздің музейіміз жалпы 7 залдан тұрады. Ол бірінші залымыз палеонтология, геология залы және климатқа арналған зал, екінші табиғат залы, үшінші археология және қала тарихы залы, төртінші этнография залы, бесінші осы музейімізді алғаш құрған қайраткерлер туралы. Одан кейін 6-шы зал ол тәуелсіздік залы деп аталады. 7-ші зал ауысып отыратын көрме залы. Бұл жер аудару кезінде ұлы орыс жазушысы Федор Достоевскийдің өмір сүрген үйі, әлемдік әдебиеттің классигі, Семейде 5 жыл тұрып, Дядюшкин сон, Степанчиково ауылы және оның тұрғындары сияқты шығармаларын жазды. 2021 жылы жазушының әдеби мемориалдық музейі өзінің жарты ғасырлық мерейтойын атап өтті. Хочется сказать о том, что 21 год. Біз үшін ең ауыр тигені әдеби газетке шыққан Семей қаласындағы Достоевский үйі жойылуы мүмкін деген жазба болды. Осыдан кейін жазушы өмір сүрген үйді босату жайында және оны мәдени үйім Достоевский атындағы кітапханаға тапсыру туралы шешім қабылданды. Кейін директор Фурцева Зинаида Георгиевна материалдар жинауды бастады. Оның ішінде кітаптар, Пушкиннің үйінен жіберген фотосуреттер және қала тұрғындары әкеліп тапсырған түрлі экспонаттар болды. Ол Федор Достоевскийдің үйін 19 ғасырдағы үйлерге ұқсату үшін барын салды. Барлығы 60 жылдардың ортасында басталды. Дәл осы кезеңде бұл ескі үйді қорғау туралы ұсыныстар келіп түсті. Алдымен бірінші қабатында қалалық кітапхана ашылды. Содан кейін музей қоры қалыптаса бастады. Содан кейін құжаттар, кітаптар және фотосуреттер сияқты экспонаттар елдің түкпір-түкпірінен жіберіле бастады. Но самым большим толчком послужила заметка в литературе. 2021 жыл Достоевский музейі үшін мерейлі жыл болды. Оның еліміздің тұрғындарына әсері үлкен болды. Себебі музейімізге еліміздің түкпір-түкпірінен қонақтар келе бастады. Музейге келушілердің қазақстандықтар екені қуантты. Олар арнайы біздің қаламызды, біздің керемет музейлеріміз Абай музейін, Достоевский музейін көру үшін келді. Біз жылына шамамен 17 мыңға жуық келушіні қабылдаймыз. Олардың ішінде бала шағасымен келетін отбасылар, студенттер мен мектеп оқушылары да бар. Музей 1976 жылы қайта ашылды. Дәл осы кезеңде үлкен құрылыстар аяқталды. Жаңа ғимарат қазіргі заманның ажырамас байланысын бейнелейді. Сол кезде жаңартылған музейді безендіруге Ленинград көркемсурет училищесінің түлектері шақырылды. Жас мамандар сол уақыт ішінде Федор Достоевскийдің осы үйде тұрып, жұмыс деген уақыттың бүкіл атмосферасын жеткізе алды дейді. Было
много вариантов. Келіп түскен жобалардың саны өте көп болды. Соның ішінде 27-ші нөмірлі архитектор Властовтың жобасы. Оның жобасы өте қызықты жобалардың бірі. Бұл әдеби музей болғандықтан ол бұл ғимаратты жартылай ашық кітап түрінде салуды ұсынды. Біздің қазіргі тұрған жеріміз бұл кітаптың омыртқасы, ал қабырғалар парақтар. Біздің бірегей ғимаратымыз осылай пайда болды. Бұл жерде қазір кітапхана, қызметкерлердің кабинеттері, кинолекциялық зал орналасқан. Әдеби мемориалдық музейді осы бірегей ескерткішсіз елестету мүмкін емес. Федор Достоевский мен Шоқан Уәлихановтың қоладан жасалған композициясы 1977 жылы орнатылды. Оның авторы Мәскеу мүсіншісі Дмитрий Элбакидзе. Бастапқыда оны ғимараттың ішінде орнатқысы келді, бірақ ескерткіш тым үлкен болды. Нәтижесінде оның музейге іргелес аумақтан қалдыру туралы шешім қабылданды. Ескерткіш көшенің архитектуралық келбетіне жарасып кетті. Фотографий Достоевского очень мало сохранилось. Федор Достоевскийдің өкінішке орай сақталған суреттері өте аз. Бұл Достоевскийдің бір адаммен түскен жалғыз жұптық суреті. Бір қызығы, бұл сурет Семей қаласында жасалған. Сол себепті де қаламызда Достоевскийге арналған қандай ескерткіш салынатыны жайында басқа сұрақтар туындамады. Жалғыз таңдау бұл Шоқан Уәлиханов пен Федор Достоевскийдің суреті болды. Ал бұл көне ғимаратта Қазақстандағы ең ірі ғимараттардың бірі болып табылатын Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі орналасқан. Өнер туындыларының иегері коллекционер Юлий Владимирович бұрынғы Кеңес одағының 15 қаласындағы көрмеге қатысты. Бірақ Невзоровтар отбасы өзінің барлық экспозициясын дәл осы Семей музейінде қалдыруға шешім қабылдады. 1988 жылы мәскеулік коллекционер Юлий Владимирович Невзоров біздің қаламызға, біздің музейімізге 100 жыл бойы жиналған коллекциясын сыйға тартты. Әрине, осы коллекцияның ішінде танымал орыс суретшілердің жұмыстары болды. Невзоровтар отбасы сыйлаған коллекцияның ішінде дарынды орыс суретшілердің жұмыстары болды. 18-20 ғасырдағы суретшілер жұмыстары ұсынылды. Біздің музейіміз Қазақстандағы ең ірі мұражайлардың бірі болып саналады. Көркемдік бағытында осы қазіргі кезде біздің музейімізде 5000-нан астам экспонаттар сақталуда. Оның ішінде қазақстандық, батыс Еуропа, орыс кескіндеме өнері ұсынылады. 2,5 мың экспонат қазақстандық бейнелеу өнеріне жатады. Ең ірі қазақстандық суретшілердің жұмыстары біздің музейімізде ұсынылған. Музей Көпе Степановтың үйі деп аталатын 19 ғасырдағы сәулет ескерткіші болып табылатын ғимаратта орналасқан. Бұл ғимараттың биік төбелері мен үлкен баспалдақтары бар кең залдардан құралған. Ғимарат барлық стандарттарға сай. Біздің мұражайымызда жылына 35 мыңнан астам адамдар келеді. Оның ішінде шет елден келген қонақтар әрине өте көп болады. Жақын елдеріміз бар, Ресей дегенде, Ресей, Белоруссия, Украинадан талай адамдар келіп, біздің осы коллекциямызбен танысуға мүмкіншіліктері бар. Абай атындағы әмбебап ғылыми кітапханасы Қазақстандағы ең көне кітапхана. Мұрағаттық құжаттар негізінде ол 1883 жылы ашылды. Бұл қаланың алғашқы мәдени мекемелерінің бірі болды. Қоғамдық кітапханаға алғашқы келушілердің бірі қазақтың ұлы ақыны ойшыл Абай Құнанбаев болды. Семей қаласына келіп, Абай кітапханада түнге дейін отыратын деген ақпарат бар. Бірақ бір қызығы, оны бәрінен бұрын орыс әдебиеті қызықтырды. Еліміздегі ең көне кітапханалардың бірі бұл облыста Абай атындағы әмбебап кітапханасы. Бұл кітапхананың іргетасы 1883 жылы қаланған болатын, яғни кітапханамызға биыл 140 жыл толып отыр. Енді кітапханамыздың қорына келетін болсақ, кітапхананың қоры 400 мыңға жуық кітаппен қамтамасыз етілген. Оның ішінде енді жаңа көркем әдебиет, қазақ классигін былай қоя тұрғанда бүкіл әлемдік кітапхана, әлемдік классиктердің, Нобель сыйлығының иегерлерінің
жаңа кітаптарымен басшысымен қамтамасыз етілген. Оның ішінде ғылым, білім туралы, психология туралы кітаптар, детектив туралы қандай жанрдағы кітаптар бар, соның барлығымен қамтамасыз етілген. Енді қазіргі таңда ең оқырманы көп бұл енді мотиваторлардың мотивациялық кітаптары. Ондай кітаптарда өте бай, жалпы 400 мыңға жуық бізде енді кітап бар кітапханамызда. Егер 20 ғасырдың басында кітапханада тек 2 бөлім абонемент және 2 қызметкері бар оқу залы болса, қазір 8 бөлім бар. Оның қызметтерін жыл сайын 18 мыңнан астам оқырман пайдаланады. Қазіргі уақытта ол 400 мыңға жуық дана кітап қоры бар Қазақстанның ең ірі кітапханаларының бірі болып табылады. Оқырманға келетін болсақ, мұнда 18 мыңнан астам, яғни 19 мыңға жуық жылына тіркеліп, ресми түрде жаңағы оқитын, сабаққа дайындалатын жалпы оқырманымыз тіркелгені 19 мыңға жуық жыл сайын тіркеліп, осында оқырман болады. Енді кітапхана 8 бөлімнен тұрады. Оның ішінде жаңа оқу залы, оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі, шетел әдебиет бөлімі, дамыту бөлімі, тіпті бізде кішкентайларға, яғни балаларға арналған балалар бөлімі, яғни бізде жеке қамтамасыз етілген. Енді бұл кітапхананың несімен ерекше десеңіз, жаңағы оқырманы көптігі, кітап жаңа қоры өте бай молдығынан бөлек, бізде сирек басылымдар қоры бар. Яғни ешқай жерде көбі қайталанбайтын түп нұсқалық кітаптар мен жаңа құжаттар 5 мыңға жуық сирек басылымда бізде кітаптар мен құжаттар бар. Семейдің орталық алаңында өткен ғасырдың 70 жылдары салынған ең әдемі ғимараттың бірі орналасқан. Бұл Абай атындағы драма театры. Оның тарихы 1917 жылы Мұхтар Әуезовтің Ойқұдық жайлауында қойған еңлік кебек спектаклінің премьерасынан басталады. Театр ресми түрде 1934 жылы тіркелген. Семейдің мәдени өмірі бай. Жыл сайын облыс орталығына алыс және жақын шетелдерден көптеген туристер келеді. Қонақтар ертістегі ескі қаланың мәдени нысандары мен көрікті жерлеріне үлкен қызығушылықпен қуана барып тамашалайды.